Адамның 7 негізгі чакрасы физикалық, эмоционалдық және психикалық үдерістерді басқарады. Әрқайсысы белгілі бір ағзалармен байланысты. Эмоциялар ағзаға қалай әсер етеді? Муладхара, түбір чакрасы. Бұл тігішек, тогішек, сүйектер, аяқтар және бүйрек үсті бездерімен байланысты. Муладхара, құйымшақ, қорқыныш арқылы бітеледі. Стресс, жүрек пен ішек құрылысты әлсіретеді. Свадхистана, сакралды чакра, зәр жыныс жүйесі, бүйрек, кіші жамбас ағзалары. Свадхистана чакрасы, сакралды чакра, сегіз көз, кінә сезімі арқылы бітеледі. Манипура, күн өрімі чакрасы. Манипура чакрасы, бауыр, асқазан. Манипура, кіндік аймағы чакрасы, ұят және көңіл қалу арқылы бітеледі. Қобалжу, асқазанды әлсіретеді. Ашуланы бауырды әлсіретеді. Ол сенің ішіңді жейді, сені әлсірет, сондықтан оны тоқтат. Анахата жүрек чакрасы, жүрек, өкпе, иммундық жүйемен байланысты. Анахата жүрек чакрасы, кеуде ортасы чакрасы, қайғы, реніш және қабылдамау арқылы бітеледі. Қайғыру өкпені әлсіретеді. Вишудха тамақ чакрасы. Ол тамақ, қалқанша без, дауыс байламдары және құлақпен байланысты. Вишудха тамақ, өтірік айту және іште сақталған, айтылмаған сөздер арқылы бітеледі. Аджна, үшінші көз чакрасы, ми, көз, мұрын және жүйке иісімен қабылдауды реттейді. Аджна үш чакрасы иллюзиялар мен тынышталмаған ойлар арқылы бітеледі. Сахасрара, жетінші чакра. Ол бас миы мен төбе аймағымен байланысты. Бұл соғананың жоғары деңгейіне жетудің орталығы. Сахасрара, жертөбе, жерлік пен байланыстарға арқылы бітеледі. Депрессия миды әлсіретеді.